Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 20-шы сабақты қарастырамыз. Көп таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту және бөлу амалдарын орындауды үйренеміз. Бірінші есепке назар аударайық. Есептеуді дұрыс орындасаң, мына сөздерді кім айтқанын білесің. Ол сөздердің мағынасын қалай түсінесің. Егер сің оңға басқанын қаласаң, ойланып барып кіріс дейді. Бұны Абай атамыз айтқан екен. Білімнің саны емес, сапасы маңызды. Ең қажеттісін білмей-ақ өте көп білуге болады деп Лев Толстой айтқан екен. Келесі екінші есептің асына қарайық. Есептеудің өзіңе белгілі тәсіліне қара. Көп таңбалы сандарды есептеудің қалай орындалғанын түсіндір. Яғни көп таңбалы сандарды көбейту үшін алдымен жазып аламыз. Одан кейін бірлікке көбейтеміз, ондыққа көбейтеміз, жүздікке көбейтеміз, мыңдыққа көбейтеміз, ондық мыңға көбейтеміз. Содан кейін барып жауабын оқимыз. Келесі екінші есептің әсіне назар аударамыз. Түсіндіре отырып баған түрінде есепте. Келесі үшінші есептің асына назар аударайық. Есептеудің өзіңе белгілі тәсіліне қара. Көп таңбалы сандарды есептеудің қалай орындалғанын түсіндір. Қысқаша жазба қалай орындалады. Келесі үшінші есептің әсіне назар аударамыз. Түсіндіре отырып жазбаша түрде есептейміз және тексеріп шығамыз. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Есепте өзара байланысты өрнектерді тап дейді. Яғни бұл жерде көбейту мен бөлу өзара кері амалдар екені көрсетілген. Келесі бесінші есепке назар аударайық. Есепті шығар. Мектеп кітапханасының кітап қорын толықтыру үшін әрқайсысы 932 теңгеден 8 сөздік, 1758 теңгеден 5 энциклопедия және 784 теңгеден 7 ертегілер жинағы сатып алынды. Кітаптарды сатып алу үшін барлығы қанша ақша жұмсалды? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Бір сөздік 932 теңге тұрады екен, 8 сөздікке неше теңге төлегенін тауып аламыз. Бір энциклопедия 1758 теңге тұрады екен, 5 энциклопедия неше теңге тұратынын тауып аламыз. Бір ертегілер жинағы 784 теңге тұрады екен, 7 ертегілер жинағы неше теңге екенін тауып аламыз. Одан кейін барлық қанша ақша жұмсалғанын табамыз. Ол үшін 932-ні 8-ге көбейтіп, 8 сөздікке қанша теңге төлегенін тауып аламыз. Яғни 8 сөздікке 7456 теңге төлеген екен. Енді 1758-ді 5-ге көбейтіп, 5 энциклопедияға неше теңге төлегенін табамыз. Яғни 5 энциклопедияға 8790 теңге төлеген екен. Енді 784-ті 7-ге көбейтіп, 7 ертегілер жинағына неше теңге төлеген тауып аламыз. Яғни 7 ертегілер жинағына 5488 теңге төлеген екен. Енді 7456-ға 8790-ды, оған 5488-ді қосып, барлық сатып алған кітапқа неше теңге төлеген табамыз. Яғни барлық сатып алған кітапқа 21734 теңге төлеген екен. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Амалдардың орындалу ретін анықта және есепте дейді. Келесі 7-ші тапсырмаға назар аударайық. Есепті шығар. 660 теңгеге альбом, бояу және қарындаш сатып алынғаны белгілі. Альбом мен бояуға 585 теңге, ал бояу мен қарындашқа 300 теңге төленді. Альбом, бояу және қарындаш жеке-жеке қанша теңге тұрады? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Альбом мен бояу 585 теңге тұрады екен. Ал бояу мен қарындаш 300 теңге тұрады екен. Альбом, бояу, қарындашқа 660 теңге төленген екен. Альбомды табамыз, бояуды табамыз және қарындашты тауып аламыз. Ол үшін 660-тан 585-ті азайтып, қарындашты тауып аламыз. Яғни қарындаш 75 теңге тұрады екен. Енді 660-тан 300-ді азайтып, альбом тауып аламыз. Альбом 360 теңге тұрады екен.
Альбомға қарындашты қоссақ, 435 теңге тұрады. Енді 660-тан 435-ті азайтамыз, 225 болады. Яғни бояу 225 теңге тұрады екен. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Тапсырманы орында. Периметрлер 8 сантиметрге тең, 2 түрлі тіктөртбұрышсыз. Осы тіктөртбұрыштардың ауданын есепте және оларды салыстыр. 2 тіктөртбұрышқа қараймыз. Бірінші тіктөртбұрыштың периметрі 8 сантиметр, ауданы 4 квадрат сантиметр. Екінші тіктөртбұрыштың периметрі 8 сантиметр, ауданы 3 квадрат сантиметр. Яғни бірінші тіктөртбұрыштың ауданы екінші тіктөртбұрыштың ауданынан 1 квадрат сантиметрге артық екен. Келесі 9-ші тапсырмаға назар аударайық. Тапсырманы орында. Мектеп кітапханасындағы бірінші сөреде 5 кітап, ал екіншісінде 10 кітап тұр. Оқырмандар бірнеше кітапқа тапсырыс берді. Егер сөреде 9 кітап қалса, онда қанша кітапқа тапсырыс берілді? Бірінші сөредегі барлық кітаптар орнында қалуы мүмкін бе? Екінші сөреде барлық кітаптар орнында қалуы мүмкін бе? Бірінші сөреден неше кітапқа тапсырыс беруге болады? Екінші сөреден неше кітапқа тапсырыс беруге болады? Барлық мүмкін жағдайларды қарастыр. Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Бірінші сөреде 5 кітап, екінші сөреде 10 кітап, қалды 9 кітап. Яғни қанша кітапқа тапсырыс берілгенін табамыз. Ол үшін бірінші және екінші сөредегі кітаптарды қосып, қалған 9 кітапты азайтамыз. Сонда 6 болады. Яғни 6 кітапқа тапсырыс берілген екен. Бірінші нұсқа бойынша бірінші сөреден 1 кітапқа, екінші сөреден 5 кітапқа тапсырыс беруге болады екен. Екінші нұсқа бойынша бірінші сөреден 2 кітапқа, екінші сөреден 4 кітапқа тапсырыс беруге болады екен. Үшінші нұсқа бойынша бірінші сөреден 3 кітапқа, екінші сөреден 3 кітапқа тапсырыс беруге болады. Төртінші нұсқа бойынша бірінші сөреден 4 кітапқа, екінші сөреден 2 кітапқа тапсырыс беруге болады. Бесінші нұсқа бойынша бірінші сөреден 5 кітапқа, екінші сөреден 1 кітапқа тапсырыс беруге болады екен. Келесі 10-шы тапсырмаға назар аударайық. Яғни көбейтуді есептеп шығамыз. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері, жауаптарымен сіздерге көрініп тұратын болады.